Жалған діни идеяларға дер кезінде жауап берудің маңызы. Имам Ғазали өмірінен алынған ғибратты әңгімелер. 1085 жылы шәкірттерімен қимай, бір-біріне ризашылық білдіріп, қоштасқан Ғазали Бағдат қаласына жетті. Мұнда Махмуд Қашқаридің Диуани Лұғат ат-Түрік еңбегімен танысты. Бұл түркі сөздерінің түсіндірме сөздігін ертеде Қашқаридің өзі Аббаси халифаға сыйлыққа берген екен. Сарай қызметшісі Қасым Мырза Ғазалиді бас уәзірге жақын үйге жайғастырып, көмекші етіп бірнеше қызметші тағайындады. Уәзірден хабар жеткізуші қызметші есімі Ихсан, оны әуелі мешітке ертіп барды. Намаз оқып шығып, Қазы Сайд Мырзамен танысты. Қазы Сайд Мырзадан сарай жағдайымен әлемде орын алып жатқан саяси оқиғалардан хабардар болып, әңгіме барысында осы сарайда Омар Хайямның бар екенін естіп қайран қалды. Омар Хайямда Нишапур қаласынан екенін бұрыннан естісе де, өмірде кездесіп көрмеген кісі еді. Сондықтан Қазы Сайдқа Омар Хайяммен кездескісі келетінін айтты. Ғазали мұнда жүріп, ұстазы Жуайнидің Нихаятул Матлаб атты еңбегіне қосымша түсіндірме ретінде Әл-Басид атты кітабын жазды. Оқырманға түсінікті болу үшін еңбек өте жеңіл үлгіде жазылды. Бірде қызметші Ихсан келіп, бүгін кешке бақ ішінде уәзір сізді сұхбатқа шақырып жатыр деді. Кеш түскенде Ғазали айтылған мекенге келді. Көп ұзамай уәзірде көрінді. Амандық саулықтан соң Низамул Мүлк уәзірі өзінің білім мәселесін талқылау үшін келгенін айтты. Ғазали Низамул Мүлктің ғылымға оң көзбен қарайтынын жақсы білетін. Уәзір сөзін бастады. Балам, ғылымда жүзеге асырылуы қажет нәзік бір саясат бар. Бұл саясаттың негізі әхли сүннет ұғымын үстем ету, жалған діни идеяларды әлсірету. Бізден бұрын кейбір қателіктер орын алды. Кейбір шектен шыққан топтарға қарсы науқан жүріп жатқанда асыра сілтеп, сүннет ғалымдарын да қуғын сүргінге ұшыратып, олар отанынан қуылды. Мұны естіп бұл үлкен қасірет болды. Хазірет, деді Ғазали. Уәзір болса сөзін жалғап, бұл жағдайды дұрыс түсінбей, іске немқұрайлылық танытудан болды. Ғалымдарсыз, қоғамда дін атын жамылған топтар күшейіп, түрлі діни келіспеушіліктер көбейіп, адамдар не істерін білмей қалды. Бұл жағдай бізді қатты састырды. Сәл кешіксе қоғам тұрақтылығы бұзылмақ еді. Сондықтан Құдайдың рахымымен біз ғалымдарға деген қысымдарды жойып, ғалымдарды ақтап, еліне қайтаруға қол жеткізіп, жоғалған беделдерін қалпына келтіріп, қайта қызмет етуіне жол ашты. Сол кезде шайхы Жуайниге барып кеңес сұрадым. Ол марқұм сунниттік мектептер арасындағы үйлесімділікті қамтамасыз ету маңызды болғандай, христиандар мен иудейлер сияқты мұсылман еместерге де әділ қарау дініміздің талабы деп кеңес айтты. Жуайни айтқан қағиданы мен бүгінгі күнге дейін жүзеге асырып келемін деді. Ғазалидің көзі бақырайып кетті. Ол уәзір Низамул Мүлктің Жуайниден сабақ алғанын алғаш рет естіді. Уәзір сөзін жалғастырып, ғылымды қолдау үшін әр жерлерден медреселер ашып, оқытушылар мен білім үйренушілер үшін тұратын жай, кітапханалар үшін жылына 600 000 динар жұмсап жатырмыз. Балам, биік жерлерде жел өте қатты соғады. Ғылымды дамытуға ұмтылған кезде бізге зиян келтіргісі келген, көре алмаушылық танытқандар болды. Олар менің үстімнен сұлтанымыз Мәлік Шахқа шағымданды. Олар оның пікірін өзгертіп, біздің маңызды саясатымызды бұзғысы келді деді Низамул Мүлк. Ол қалай болады, Хазірет? Деді Ғазали.
Олар Мәлік Шахтың жастығын пайдаланып, оны азғыру арқылы тырысып жатыр. Сонда сұлтан мұндай айлаға алданып қалуы мүмкін бе? Деп Ғазали таң қалды. Мүмкін, балам, мүмкін. Егер абайлап жүрмесең, қақпанға тап болуы мүмкін. Олар сұлтанға келіп, егер сен әскер құрып, қазынадан түскен осы ақшаны ғылымға емес, жаулап алуға жұмсасаң, жерің кеңіп, тіпті Константинопольді жаулап алар едің, ал Низамул-Мүлк бұл қаражатты медреселерге жұмсап жатыр дейді. Кенет уәзір мен Ғазали арасында тыныштық орнады. Низамул-Мүлк алысқа қарап, сен бұған қатты таң қалдың ғой балам, деді. Иә, Хазірет, өте. Құдайға шүкір, мен бұл туралы сұлтаннан бұрын білдім. Бұл ойлар сұлтан санасында орнықпай тұрып қажетті шараларды қабылдадым, деді. Хазірет, бұл қалай болды, деді Ғазали. Бірде сұлтан мені шақырып, медреселерге жұмсалып жатқан қаражаттың есебін сұрады. Есептерге қарап отырып, оның жүзі бұзылып, қабағы түнерді. Бір іске табандап кіріспек болғанын түсіндім. Сосын былай дедім. Хазіреті сұлтаным, сіздің қуатты әскеріңіздің айбыны жүздеген шақырымдарға жетіп барса, бұл медреседе оқып жатқан талабалардың дұғасы 7 қат аспанға жетіп барады, дедім. Сонда сұлтан: мен әскер қосындарын күшейтуді қалаған едім. Ісіңізді жалғастыра беріңіз, ата. Алла сіңізге жеңілдік берсін, деді жас сұлтан. Уәзір сәл ойланып, Ғазалиге қарап: балам, мұнда жел әр тараптан соғады. Аяқ астынан түрлі оқиғалар болуы мүмкін. Әрбір желдің арты дауылға айналып, дініміз бен қоғамға зиян тигізуінен сақтануымыз керек. Балам, қоғамда таралып жатқан түрлі идеяларды назарда ұста. Олардың кейбіріне дер кезінде жауап қайтару аса маңызды, деп уәзір сөзін аяқтады. Мәтінді дайындаған Сарғайған парақтар сыры видео арнасы.